Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 15-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ю әрпінің жазылуы. 60-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Парашют. Парашютпен ұшақтан секіруге құмар болдым. Ол үшін әуелі парашютпен мұнарадан секіріп үйрендім. Содан кейін ұшақтан секіруге талпындым. Бір күні таңертең беліме парашют байлап ұшаққа міндім. Ұшақ жерден биікке көтерілді. Қорыққаннан жүрегім дүрс соқты. Мен секіруге әзірленіп, ептеп ұшақтың қанатына шықтым. Сол кезде ұшқыш қолын көтерді. Ұшақтың қанатынан төмен қарай секірдім. Аздан кейін бір ауылдың қасына келіп түстім. Мәтін не туралы айтылған? Мәтінде парашютпен секіру туралы айтылған. Автор Талғат Бекелдинов өзінің парашютпен ұшақтан алғаш рет секіргенін, қалай дайындалғанын, ұшақтан секірер кезде қорыққанын және секіріп жерге қалай түскенін әңгімелеген. Мәтінде ю әрпі бар сөздің астын сыз. Парашютпен парашют сөздері. Келесі жаттығу 61-ші жаттығу. Суретке қарап, гимнастикалық жаттығу жасау кезінде не істеу керек екенін айт. Гимнастикалық жаттығу кезінде балалар түрлі қимылдар, түрлі іс-әрекеттер жасалынады. Сөздердегі көп нүктенің орнына ю әріптерінің тиістісін қойып көшіріп жаз. Шалқай ю, еңкей ю, қисай ю, жантай ю. Біз бұл жерге ю әріпін қойып шықтық. Бұл жаттығуларды қай сабақта үйрендің? Біз бұл жаттығуларды дене шынықтыру сабағында үйрендік. 62-ші жаттығу. Сызбадағы сөздерге ортақ әріпті тауып оқы. Неліктен сол әріпті қолданғаныңды дәлелде. Сызбадағы сөздерге ю әріпін қосамыз. Сонда есею, көбею, тыңаю, сарғаю. Ю әріпін қойған кезде барлық сөз мағыналы болып шығады. 63-ші жаттығу сәйкестен. Бірінші суретте аю. Аю не істейді? Ақырады. Екінші суретте ит. Ит не істейді? Шәуілдейді. Жарайсың. Үшінші суретте мысық. Мысық мияулайды, пырылдайды. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі жаттығуды орындайық. Бізде келесі жаттығу 64-ші жаттығу. Жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастырып жаз. Жоспар: бірінші хайуанаттар бағына саяхат, екінші хайуанаттар бағындағы қызықтар, үшінші саяхаттың әсері. Онда балалар кеттік. Жоспар бойынша құрастырайық әңгіме. Хайуанаттар бағына саяхат. Бір күні біз сыныппен хайуанаттар бағына саяхат жасауға бардық. Балалар қатты қуанды. Онда түрлі жануарларды көрдік. Маймылдар бұтақтан бұтаққа секіріп ойнады. Піл өз тұмсығымен су шашып бәрімізді күлдірді. Керік ұзын мойнын созып жапырақ жеді. Бұл саяхат бізге өте қатты ұнады. Барлық балалар мәз болып қайттық. Көп қызық көріп, жаңа нәрселер үйрендік. Балалар, әңгімені осы жоспар бойынша құрдық. Қалай ойлайсыңдар, қалай болды? Жарайсыңдар. Енді біз тапсырмалардың барлығын орындап болдық. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркеліп кетіңдер.